Ерлан мұғалім, сен бізге айтқан әндер менен күйлердің қарапайым сандық нотасын айтқан едің, оны тағы да ала алмай қалдық деген сияқты сөздер келіп жатыр. Осыған қарата мен егжей-тегжейлі кескін тартып қойдым. Төмендегі кескінді көріп, сол ноталарды ақысыз алып алыңыздар. Ең әуелі қолдап қуаттап, оң жақта қосу белгісін басып, жүрек беріп, топтарға тарқатып, жалғап қойыңыздар. Ең әуелі телефонымызда мына Ренжен Шанден деген алма телефон болса да, Android телефон болса да, бәрі түсе беретін Ренжен жұмсақ бөлшек. Біз осыдан ашқаннан кейін жұмсақ бөлшек түсіретін жерден біз мына доң ин лүй деп іздейміз, яғни осы Ренжен міне. Осы Ренженді телефонымызға орнатамыз. Мен қазір осы барысты бастан ақыр ешқай жерін қалтырмай сіздерге бір әдемілеп толық түсіндіріп көрсетіп берейін. Сол бойынша осы ақыстарға атылған әндердің нотасы менен күйлердің нотасының жиынтығына кіріп алсаңыздар, біз соның үшін жаңалап тұрамыз. Енді күйлердің ғой мен құрдым, әндердікін менің қобықтағы бір досым құрған болатын. Сол бойынша. Ал енді осы Ренжен түсіріп болған кейін жерге өткен келеміз. Осыны ашқаннан кейін тоңи бенчишу осыны басамыз. Мына жерде мына телефон нөмірі арқылы, я болмаса үнхат арқылы тіркелсеміз де болады. Мына жерде мына қосып тура белгісін басқаннан кейін біз үнхатымыз арқылы осы жұмсақ бөлшекке тіркелейік. Тор сәл пәл жақсы болмай тұр, сәл тосып тұрыңыздар. Ал үнхат шықты. Осы жерден біз үйінші деген жасылды басамыз. Басқаннан кейін осы бетке келеміз. Осы бетте көптеген кісілер сұрадыр, мынада домбыра жоқ қой, біз қайсысын таңдаймыз деп. Ұқсас. Мына пианиноны таңдайсаңыз болды. Гитарды таңдай салыңыз, мына ұқсас, содан кейін шайбу. Соның жақта теогоны бас кесеңіздер болды. Мына жерде мына ұқтыру жолдауды келмейтін қылып салыңыздар. Ал содан кейін міне біз тіркеліп болдық. Мына жерде сол жақ астыңғы жағында шаузу деген бар. Мына жерге бізге қолфон қос деп жатыр, біз қолфонды қосайық онда. Біз әзір міне қолфон менен анықтау нөмірі келгеннен кейін біз міне қосылып болдық. Ал содан кейін жерде сол жақ астың жағында үш адам белгісі бар, шаузу дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жердегі чару шаузу кішкене көрпаға қосылу, осыны басамыз. Басқаннан кейін мына жерге домбыра шертетін күйлердің жиынтығының нөмірі 62-31-75. Осыны басқаннан кейін оң жақ астың жағына лупаның белгісін басасыздар, баспасаңыздар өзі автомат шықпайды жерде. Лупаны басқаннан кейін міне домбыраның күйлердің қарапайым ноталарының жиынтығы қосылуды бассаңыз болды. Содан кейін міне қалың күйлердің жаңалап отырам. Жақында мына Сарыөзен күйінікін жаңалап қойдым. Ал енді жерде мен және менің отаным деген бар, міне. Барлығы сандық нота, мына наусқы күйі міне. Барлығы сан ноталар. Ал бұл күйдікі. Енді әндікіне қалай кіреміз деген кезде. Оң жақ астыңғы жағына, оң жақ үстіңгі жағында мына қосу белгісін басып, жерде екіншісі чару шаузды басамыз. Әндердікінің құпия нөмірі 22-91-90. Тағы да осы лупаны басамыз. Міне әндердікі шығады. Чару дейміз. Сонымен міне. Аягөз қайда барасың? Міне, ноталар. Тұнық, ешқандай бұлыңғыр емес, тарбағатай таулары. Міне. Енді мұны қоя алмай жатқан кісілер бар. Мұған сенің мына нотаның, сен өзің көрсеткен кезде ноталары дыбысы шығады екен, біз бассақ неге шықпайды? Сол жақ астың жағында міне. Қою деген бар, бофан. Осындай қойып береді, міне. Міне, бұлда да көптеген ноталар бар. Әмбе көптеген ноталар бұдан кейін де жаңалап отырады. Сонымен жиын екеуіне қосыламыз. Ал ең соңында осы Ерлан мұғалыма деген қолдауларыңыз болсын. Мына жерде мына домбырада ойында мына жерде тәндім болады елаушы деп іздеп, содан кейін өздеріңізге осындай мазмұнмен қолдап қуаттап отырған Ерлан бауырларыңызға бір көңіл бере кетіңіздер. Мына жерден көңіл беріп, соның мынаның ішінде екі чүн бар. Осыдағы екінші чүнға кіріп алсын. Бірінші чүн тош кетіп 500 адам. Екінші чүнға қосылып алыңыздар,
Ал одан кейін сіздерге әндердің нотасын беріп отырған мына Нұр Жышың деген бар. Осыны қосыңыздар. Осы жігітті гуанжығып алыңыздар міне. Сонан кейін күнкай чүн. Шындай осы чүнге да қосылып алыңыздар, иә?